деп талап қылар, арқаның дауылындай борап тұрар. Салақтың салғыр тескен арқанындай мен емес шумағымды шолақ қылар. Ассалаумағалейкум момын қазақ, көжесін тартып ішкен көк аттылар. Ақыны айтыс десе алып ұшып, тұлпары аламанға жарап тұрар. 6 жастан мінгізіп ашамайға, ұлына 10 жасынан оқ аттырар. Қар бетімен жүрсе де ізі қалмас, заманында зымиян көбәккі бар. Алтын шайнап жатса да ақша құсып, қазынасын қарақшыға тонаттырар. Ақ көңіл мәрт қазаққа сәлем бердім, жат көңілін табуға молаптығар. Қойшысын қонақ жай деп мақтай берсең, қасқырды қасеке деп қонақ қылар. Азаттық арайлаған ақтаң болса, ақтаңды бір жырлайын жақталмаса. Еркін күнге есен сау жеткен елім, ат шаптыр құрбандық шал көкпар жаса. Тәуелсіздік ала алмай талай ұлт жүр, ақының ақиқатты ақпарласа. Бірлігі өз ішінен іріп-шіріп, жауыздықпен сермейді шоқпардаса. Ал қазақ мамыражай күн кешуде, тойымыз той құласар хақ қолдаса. Көшеге шыға қалса, көңілі толқып, әр қазақ мұңаймайды шаттанбаса. Азаттық құтты болсын деген жазу кеудемізге сыйлап тұр мақтандаса. Бұл күнді көрер медік, көрмес педік, тәңірім елімді аман ап қалмаса. Көшелерде сол жазу тұрар меді, пешенеңде жазылған бақ болмаса. Ақындар азат күнде ортаң дәңгіп, қанжардай қар өлеңмен қалқан жардық. Негізі тәуелсіздік айтысына көп ақын келе алмады жалпарман қып. Алтақ ақын шығады дегенде естіп, өзімізде бас шайқап аңтан қалдық. 40 ақын қатысып былтыр ғана өлеңге қамбап беді өрт алған бұлт. Дәуіттің 30 ұлы секілденіп, бір күнде амал бар ма арқандалдық. Жүрсіннің айтыстағы 60 ұлы ақиқат айта-айта алтау қалдық. Шекарада қырылған солдаттардай, тал түсте шетімізден талқандалдық. Оу, конвертте сара бар ма шықсын бері. Бергенше кезегімді күтсін мені. Бұл жолы қайнысына не дейді екен, ат қой десем қыртынбай қыртсың деді. Шамасы келгенше отсын мені, әйтеуір бір ақынның бітсін демі. Қалайда түсірушем қолға сені, сөйлермін астанамның қолдасы елі. Президентке келіммін деп мақтансаң, жеңеше тоқтатушек зорға сені. Барлық ақын қорқамыз айыстағы, жалғыз ғана келін деп ханға сені. Былтыр ғана келіннің еншісі деп мырзағанға сүйреді алға сені. Жүлдеден қомақты ақша беріп, жоралғымен салып ет жолға сені. Ал сенші қайын жұртқа не істеп бердің, ойыңда сый құрметтің бар месебі. Назарбаев университет ашылғанда шашумен күтіп едік сонда сені. Елбасы деп ескерткіш соққанда да іздеді Астанадай орда сені. Президент күніне де келмей қойдың, біреу қамап қойып бет торға сені. Қайнатаның осындай шаттығында шашу келіннің шаруасы еді. Шық бермес Шығайбайдың қызындай қып, сараң қылып қойған ай алла сені. Бір уыз кәмпитіңді ала келсең, екі қолың қалтырап қалмас еді. Bismillah sözde bastadım
талғамды терең баппенен. Армысың менің ұл елім, Алласын сүйіп хақ деген. Байсалды бауыр жұртым-ай, ниеті таза ақ кеген. Жанына жақса жарасқан, туысқан көппен жатпенен. Қазақтай батыр жоқ шығар, бабасы түркі сақпенен. Бейбарыс еділ патшалар, қаба жалын түйдіріп, дұшпанның басын идіріп, көз көрмей құлақ естіген ерлерге жеткен атпенен. Әлемде ешбір халық жоқ, атымдай жомарттығыңның ернеуіне шақ кеген. Өзге жұрт сарай соқтырып, суретпен өнер оздырса, аманат еткен еледің тарихты тілге жақпенен. Шежірегеуде еледік, шаранадан тай басып, жер анаға енгенше өлеңнен даңғыл сап кеген. Өздеріңнің алдыңда бұлбұлдай сайрап отырған сахнаңды мынау тақ көрем. Ал жұртым енді құлақ сал, шырқайын шырқар сәттемен. Атыңа тұрман боларлық, жұртыма құрбан боларлық. Айтулы ақын едім, шарғыға тартқан ақ берең. Мәртебелі қар өлең, басыма қонған бақ терем. Тәңірім иіп тағдырым, тәуелсіздікке тап кеген. Сараңды халқым қолдасаң, сары алтынның буындай, Әбілхаят суындай таңдайдан төгем тәтті өлең. Қазанын жырдың қайнатып, қазақы қанымды ойнатып, көмбеңді көрмей тынбаймын, қиқуға салсаң ой шап деген. Сыйғылсам жақұт жырымды, қазына толы кеудемнен. Арқаның арда қазағы, рухыммен асқақ дем берген. Талайым менің сәтті екен, мұғжиза талай теңгелген. Астанасы Алаштың, Семейдей жерден жол аштым. Мақтаны Абай Мұхтардай данықты дана ерлермен. Дәм тұзым тартып келім боп, қонайып салған қадірлі қара шаңырақтан мен келгем. Қонайып атам тұрған жер, әділдігін ел көрген. Жетімдерін жылатпай, жесірлерге жер берген. Өзге ұлттың баласын, өз баласына тең көрген. Бұл күнгі отқан жоғарда, небір тұлғаларыма ел басқартып шең берген. Шетелде жүрген не түрлі жігіттердің жемсауын толтырардай жем берген. Айырылып сондай жақсыдан сергелдең болдық сеңделген. Маңдайға сыймай кеткенің кең сайдан тауып тұрағын. Дүниенің 5 күн думанын жалғанға 5 күн теңгерген. Арайлым менің алматым, ұшамын деген сұңқардың қанатына жел берген. Шабамын деген тұлпарды асырған асу белдерден. Ақ бөрік киген Алатау, шығарып бөлек ақ отау. Аттандырған арқаға қоңыраулы ел керуен. Осындай жерден кеп тұрмын, етек жеңі кең келген. Ал арқа менің өз жұртым, дәстүр салтпенен дәстүр салтын рас меңгергем. Бағыма біткен өнерді, жағыма біткен өлеңді, ұлтымның ұлық күнінде аяйын несін сендерден. Жазира далам жайдарлым, сарыарқа сенен айналдым. Төркіндеп келген қызына төреге бермес ой төр берген. Қоқиып қарап отырған, ойпырмай мынау кім екен? Кімменен шығам деп тұрсам, қыртынбай қайным жүре екен. Айтпақшы кеше түс көрдім, түсімде қызық іс көрдім, сіздерге соны жыр етем. Қапқараңғы жан жағым,
қасымда жоқ қорғаным, сахарадамын мен жалғыз, айналам толы құм екен. Қашып келем әйтеуір, біреуден шошып дір етем. Жалт қарасам артыма қос динозавр жүр екен. Біреуі сәл кішкентай, ал біреуі ірі екен. Сараны тарпа бассалды, қараған көзі сұм екен. Осыдан шошып оянсам, әйтеуір қойшы тірі екем. Айтысқа келсем алаңсыз, Жандарбек маған жұп екен. Зәремді сонша ұшырдым, түсімді енді түсіндім. Үлкен динозавр айтақын, кішісі мына ұл екен. Құдыретін қара Құдайдың, кешегі түсім шыны екен. Түсімде де осылар, өңімде де осылар. Қос алпауытпен алысқан менің де жаным ой сірі екен. Той болып айдың бірінде Астана жаққа ел кепті. Келмедің деп сол кешке мына ол нені селдетті. Келуің келгем ағайын, қайнымыз бізді көрмепті. Кінә тапқыш қырт екем, таптың батағы ермекті. Ойпырмай нені ұмыттым, қайысым тағы кем кетті. Кінә менен некен ғой, желпініп жүріп жеңгесі жандарға хабар бермепті. Кешіріңізші жәкесі, алдынан өтпей қалыппын, тұлғаның сіздей көрнекті. Отырмын енді қайтем деп, мен іздеп қайным терлепті. Атаның туын көтерген алыс жақын шетелден келгендерді көз кілмей мені күтіп терлепті. Сағынған болсаң жеңгеңіз оң жағыңызға төрлетті. Әй бірақ қайбір сағынсын, елейтін сен жоқ еңбекті. Жеңгесі жетсе ауылдан тиіспесе басы ауырған, Қыртымбай қайным бар болшы шулатып жүрген ой жер көкті. Ойпырмай секір руай сайғағымның, сөзім бар тур өзімдей майдағымның. Қайнатамның тойына кеп кеткемдем, желесіп тұруын айдарыңның. Сараны көрдік деген бір адам жоқ, сен сонда қайда жатып қайда жүрдің? Бұл сүрә жеңешемнің шапқаны ғой, дәріптеп өзін қатты мақтады ғой. Жандарбекке көрінбей кетіппін деп өтірікті гүлдетіп тоқтады ғой. Көрінбейтін жымбедің перімедің, олай болса бізді Алла сақтады ғой. Әйтеуір көрінбейтін күйеулер мен көрінбейтін келіндер қаптады ғой. Ақынем арман асқақ мұраты бай, оңынан күн солынан туатын ай. Келе салып ұйқысын айтып отыр Семейдің селкілдеген бір ақын ай. Сенсізде депутаттар жетіп жатыр, парламентте ұйқыны ұратын ай. Сол тізімге жеңгемде қосылыпты, жан десем ұлт қайғысын ұғатын ай. Әйтеуір Астанаға келгендерді шетінен ұйқы басып тұратын ай. Бұл жеңгем жағын сауып өлең сығар, жұлқынып жерді тепсе еден сынар. Ұйқы сұрап отырсың түсіңді айтып, әйтеуір не шықса да сенен шығар. Қанғалақтап отырсың қате жорып, деушедім ақыл ойы кемел шығар.
Сол түсіңді мен жорып берейінші, бұл да бір түсінгенге өнер шығар. Сахара деп отқаның қайын жұртың, қазан ошақ тірлігін сенен сұрар. Айтыс қуып үйіңе бір бармайсың, бойыңды желіктірген өлең шығар. Қос бірдей динозавр қуып жүрсе, ол сенің күйеуің мен енең шығар. Түсіне кіріп тұрып қорқытпасақ, өңінде ұстатпайды деген шығар. Айналайын жеңеше, айналайын жеңеше, келдің де маған күш бердің, өзіңнің қылған айлаңды өзіңе кері істермін. Сенің көргенің түк емес, мен де кеше түс көрдім, түсімде қызық іс көрдім. Хау құлақ салып тыңдасаң, сол түсті енді жыр етем. Жүрген жерім ерекше, құзар биікшің екен. Әсем менен Балғынбек, Мұхтар менен Мейірбек, сол төртеуімен жүр екем. Бесеуімізге 5 жақтан 5 алтын сандық тұр екен. Балғынбек ашса сандығын алтынмен толған пұл екен. Мейірбек ашса сандығын гауһар тастары ірі екен. Мұхтар ашса сандығын әшекейлі жүк екен. Әсем ашса сандығын іші толған гүл екен. Мен байқұс ашсам сандықты, қолын ұстаған домбыра, бір ысылдаған кобра мен шаққалы тұр екен. Құдіретін қара, Құдайдың кешегі түсім шын екен. Конвертті бүгін ашып ем, желпілдеген жеңешем Жандарбекке жүр екен. Өңімде де түсімде кобра менен айқасқан, менің де жаным сір екен. Зырылдай бермей, қыртынбай тоқтай тұрсаңшы шамалы. Қос динозаврды айтып ем, күйеуің мен енең шығар деп қарадай бәле жабады. Олай дейтұғын жөнің жоқ, қанатымыздан қақпайтын қайын жұртымыз саналлы. Мен жорып берсем түсіңді, бұлай болады жауабы. Түсіңді көрсең жыланды, өңіңде көрдің саранны. Мол байлықтың белгісі 5 сандығыңыз жаңағы. Жақында қызды болып ең, бұйыртып Құдай баланы. Жеңген кірсе түсіңі, үйдегі менің келінім 8-ді де табады, 8-ді де табады. 2013 бұйырса, қайыныма құтты болады. Жылан кірсе түсіңі, береке кіріп ісіңе, жылан жылы басыңа батпандай вақыт ой қонады. Сен дәке болып қалыпсың, кішкентай қайным әппағым. Жарыңа бір қыз таптырып, әкеңе оны бақтырып, тағы бір белес аттадың. Немерем деп алғашқы бағушы болып жап-жақсы. Есі шығып, әкеңнің естідік бағып жатқанын. О заманда бұ заман кім көріпті, Құдай-ау бақсының бала баққанын. Бақсы әкеңе айтып бар жеңешеңнің ақпарын. Бесікке бөлеп саларда, баланы қолға аларда, ыңылдап айтып тәттәнін. Жер тепкілеп, секеңдеп, сахнада отыр екем деп, құлатып алып жүрмесін келіннің зорға тапқанын. Бірақ сол бақсы болмаса, жанашыр болар саған кім? 10 жерден әке болсаң да, сәбейсің
ата анаға есіңе мұны сабалғын. Бейнетімнің зейнеті балдан тәтті немерем деп отырған қарттарға қалайша кінә тағармын. Қазақтың кемпір шалдарай ендігі қалған өмірін қара басына арнамай немере шөберелердің кем-кетігіне жамалдың. Бақыт үшін деп баламның келінге келін боп отқан қариялар ай заманның. Келіннің бағып қабағын ұлдың да көңілін табалдың. Жылы суға қолмалды деген осы дей жүріп, жаялық жуып бала мен бала боп үйге қамалдың. Айтыстан шауып айтысқа менің де жайнап жүргенім, сол кемпір шалдың арқасын несіне бөгіп қалармын. Бала бақша іздетпес бағбаны бала шағамның. Қарттарды қарттар үйіні өткізетін кей адам деймекен өзін адаммын. Анасын жерге қаратқан, тірі күнінде телміртіп әкесін көрге қаматқан. Қолдан арғандай шара бар ісіне сондай наданның. Қарттардың үйі ол да бір келеңсіз тұсы қоғамның. Мен үшін апа әжелер шоқтығы биік бағаңның. Таусылмайтұғын төзімдей, көнелерімнің көзіндей. Қарттарым мамам болса екен қазынасындай ойдалам. О, жеңгемнің жүзін неткен шуақ еді. Билеуге икемдекен бұл әуені. Ол рас нәрестелі болып едім. Құттықтап кеп тұрсың ау сірә мені. Бақсылар бала бағып жарытпас деп аямай айтақынды сывап еді. Немересін құлатып не боп тоған аман сау өсірді ғой мына мені. Өзіңше бір сабырлы адам құсап сөйлейтін болыпсың ау тім әдемі. Жұлқынып екі иығын жұлып жейтін сарада айтақынның сыңар еді. Секіргеннен бір бала құлап жатса, бірінші сенің балаң құлар еді. Жай күйін жүрміз бүгін танып елдің. Байқайсың бақыласаң бәріненмін. Бала туу демекші емхананың хабардар болып қалды халіненмін. Сау барған әйелдерді салғылатын надандар шулатып жүр бәрін елдің. Аяғы ауыр ананың құрсағында ине қалған есінде әлі делдің. Атырауда толға қысқан келіншектің мамандар санаспады жаным ендім. Жарым жамбы болбай құс жатыр қазір ішіне кіре жаздап тәні жердің. Перзентхана барғанда өз әйелім көзіммен көп былықты тағы көрдім. Жемқорлық ол жерді де жайлап апты, ақшасы тәуір екен тәуіремнің. Әйелің тусын десең ақша ту деп көкесін көрсетті олар әбігердің. Бос палата дегенің саудаланып жегідей жейді екен ғой жанын елдің. Бағасын шарықтатып саудалап тұр халыққа тегін берер дәрілердің. Әйел біткен қашады тумаймыз деп келмейді деп ол жерге барып өлгім. Осыларды ескермей біздің билік өсіру керек дейді санын елдің. Қазақтың сан өссін деп қақсай бермей, санасын өсірмей ме дәрігердің ай. Басқа пәле әкелген тілемес пе, сонда да жол тартайық бірегеске. 9 желтоқсан халықаралық жемқорлықпен күресу күні емес пе? Сондықтан біз айтайық жайтты бар, кім білет Ақордаға ойық тұрар. Жемқорлар жайламаған жер бар мөзі отаннан орын алды ойып бұлар.
Қыркүйектің басында заң шығып ет әшкере болсын деген айыптылар. Пара алған адамдарды ұстап берсең, бұныңды үлкен сыйға лайық қылар. Ақысына үкімет ақша беріп, қалтаң мол қаражатқа тойып тұрар. Әй, бірақ бар жемқорды ұстап берсе, қарапайым қалың ел байыптынар. Сондықтан да мына заң ем болмайды, сыбайластық дертінен айықтырар. Қытайларша атпаса жемқорларды жоймақ түгіл тамырын жайыптынар. Мемлекет жемқорлықты жоймас егер, жемқорлық мемлекетті жойыптынар. Төрдегі төрелерден қозығарын, ішінен табу қиын сөзі қарын. Елді жеп көз бояйтын көсемдерден қайран қазақ белгілі қажығаның. Салық полициясы да сенделіп жүр, олардың құлақ түрсін назынагім. Бір жемқорға тексеріс жасай қалсаң, бойына мін таппайсың қазір оның. Туысының атына жаздырады дүниенің жесе де өзі бәрін. Ойбай, мен ел қатарлы адаммын деп қалтасына қалдырады азырағын. Бірақ жемқорлар ұмытпасын оғанда бір қабірдің қазыларын. Қияметте желкеден шығатынын, халықтан қарпып жеген қазынаның. Дүниесін біреуге жаздырған мен, күнәсі өз мойнына жазыларын. Көңілі жеңешемнің кіршең еді, сонда да қағып көрем бір шегені. Қырғыздың әуенімен айтсасын, қайтейін бұл жеңешем жүрсе кері. Миыңа тоқып отыр, мен айтайын бұл әннің шығуының бір себебі. Атеке жырық деген батыр өліп, қырғыздың қозған екен мұң шемені. Атеке деп жоқтап айтқан қырғыздар әуел бастан ыр желеді. Кененге осы әуенмен көңіл айтқан Османқұл да сол елдің тіл шебері. Қырғыздар әлі күнге адам өлсе осы әнмен жоқтап айтып мұң шегеді. Ал жеңгем сол жоқтауда айтысқа кеп қазақтың қабырғасын шын сөгеді. Біреулердің қаңсығын таңсық қылмай не айтып жүргеніңді білсең еді. Затаевич мың әнін тауып берген, біздің ел әншеледі, жыршеледі. Сол қазақтан бір мақам таппағаның халқымның жігеріне құм себеді. Айста Әселхан мен Әсиядай өзіндік сарыныңмен жүрсең еді. Заң жоқ десе сенерем біздің елде, ән жоқ десең Құдай ау кім сенеді. Ауыстыр деп ау әніңді, тағы да бәле шығардың. Мен келім болған жетісу, отан емес пе жыр әннің. Ел уақын 80 бақсым бар, сене қоймайды ау бұған кім. Сүйінбайдан қалған мың әуен, Жамбылдан қалған 100 әуен, рух беріп әрбір қазаққа даласын тербеп тұранның. Нұрғиса бабам бір еді, шыңға да біткен шынардың, есен құл салған естәнге жастайымнан шын құмармын. Бір шешімін ұйғарып, ән таппай жатсам қиналып, бір амалын қылармын. Ән ұран жазған әдемі, құлаққа жаққан әуенні, сазгер әрі елбасы қайнатамнан ән сұрармын. Өнерге кенде емеспіз, бір әнге кенже емеспіз, домбыра күйін бұрармын. Ән таппай тұғын жөнім жоқ, өнерлі елге келім боп, бір ән таба алмай даурығып өле қоймайтын ой шығармын. Айтысқа келген ағайын, тыңдасын енді сарасын. Мен де бір барлап өтейін медицинаның саласын. Тасбауыр біздің қоғамның көріп жатырмыз аласын.
Жалпылай айтсам сенбейсің, дәлелмен айтсам нанасың. Өз басымнан өткізген сіздерге айтып бір жайды жазайын жанның жарасын. 2 ай бұрын ауылға шақырып еді-ау анашым. Қайғымен шері қатталып, самай шашын ақшалып, өзеккен өзегі толып өксікке жеткізді маған аласын. Сөзінің ұқсам төркінін санама менің жеткені, дәрігерлерге өкпелі қарамай қойған ағасын. Анамның туған ағасы алтында еді-ау нағашым. 5 ай бойы ауырып қапияда көз жұмды шулатып бала шағасын. Алланың ісі десек те білуші едік қой шамасын. Артынан барсақ кіргізбей, құпияларын білгізбей, ауырып жатқан науқастың көрсетпей жүрді қарасын. 2 рет ота жасалды, ақ халат абзал жандарың шашал десе басалды. Естісең қайран қаласың. Отасы құрсын содан ақ 4-5 ай жаны қысылды. Мұңыңды кімге шағасың? 2-ші рет барғанда дәрігер іш операцияға салғанда, дәрігер ішін жарғанда, мүшелерінің ішінен шүбірек тауып алыпты, ұстатып елдің жағасын. Дәргердің салғырттығынан көз жұмды солай ағашым. Төрде отырған төрелер мұны айтып тұрған себебім, ақ халаттылардың қолынан аза тұтпасын алашым. Дәрігер деген мамандар табатын дерттің дауасын. Қолға алып істі жөндеуді ақ қанат дәрігерлерді. Сынақтан жаппай өткізіп салмақтап берсін санасын. Дәрігер деген мамандар алдына келген ауруға емі жоқ демей құр босқа мейірімменен тіл қатса таппаушы еді-ау жарасым. Тоқ етерлігін айтқанда, соларға сенім артқанда, жасасын істің жаңасын. Гиппократ деген шалық емес, Аллатымен ант беріп, алдына келген ауруға аманатындай ой қарасын. Ақынымыз біз қазақтың аттылысымен айқасқан, шындықты іздеп шарқ ұрып, жалғанның жалғандығымен жеке батырдай шайқасқан. Басқалардың несібесін кердеңдеген шертіп жеп, кеуделерін май басқан майлы жерге жайғасқан. Қамын емес халықтың қара басын ойласқан. Жемқорлық деген бір індет қоғамда тұрған іріңдеп, дауасын мұның табатын дәрігер шығар қай жақтан. Емшісі мұның табылмас, іздесең де бар айлақтан. Дауасы мұның Құранда, қаласа егер бір Алла. Жемқорлыққа жоламас болса егер пенде ой баққан. Тазарғын барлық күнәңнен, намазға тұрып естілсе азанның даусы ай жақтан. Адамның құлқы озбас ет, заманның сұрқы тозбас ет, жемқорлық деген ауру жойылса барлық ой аймақтан. Жүректе талай шерім бар, жанымды ұқсаң тыңдарман. Тағы бір індет бар бізде, қызғаныш көре алмаушылық алауыздықпен бір болған. Қазақ атанып түңлігін киіз болғалы, төленер еді бұл айтыс бір көткен талай сындардан. Заманымның зарлысы бергісі менен арғысы, талқысына тағдырдың ақындар еді-ау шыңдалған. Бұл күні уақыт болып тұр, айналасы айтыстың қауесеттермен бұлғанған. Осындай бықсып түтеген қоламтаны қоздырған көңілім көптен бір алған.
жұртын жақсы көретін Дулат Исабеков жазушы айтыстың керегі жоқ деп төленерімді сынға алған. Басқасы басқа болғанда бұл ағамыздың сөзіне аңтаң болып ақындар жанарлары дымданған. Ана тілін ұқпайтын шала қазақ үндемей, ұлтымды көре алмайтын ара қазақ үндемей, көп айтса көндім дейтұғын қара қазақ үндемей, атағы дардай жазушы айтысты қорлап жатқаны біздерге жұмбақ сыр болған. Айқын газеттен айғайлап, теледидардан ойбайлап, атаның құны кеткендей сұсын төгіп сұрланған. Араша болып осыған, жанашыр жүрсін ағамның ұйқысы қанша ұрланған. Мұны айтып тұрған себебім, қоғамның бұл бір қырсығы алауыздық дейтұғын ұятпен ардан құр қалған. Осындай дерттер меңдеген, күнәні талай теңдеген, құлқыны арға құл болған барасың қайда ол сұм жалған. Бағана қолқа салып ең ауыстыршы деп әніңді, бұйымтайыңды орындап салайын саған барымды. Майлы қожаның әнімен жадыратайын жаныңды, даусымды 90 құбылтып бір қуантайын бәріңді. Сеніммен шықсам қуанам, әзіл қалжыңға көзірсің. Бірақ мұны мен айтысаң таусылып бітет төзімшін. Ашығын айтсам айтыста тісіме жұмсақ қозымсың. Жалғызымда өзіңсің, жалмауызымда өзіңсің. Сарайым сандық ашылғай, ішінен жібек шашылғай. Ақын ег Алладан басқа адамға тұрған басырмай. Құдайдан кіші халқымай, сөйлейін сөзді тосылмай. Осынау ұлы тойыңда қуанышымды жасырмай. Ерлігі ерек қазағым ендігі тұрған басылмай. Есімнің ескі жолы мен ханына еріп қасымдай. Тәукенің жеті жарғысы қабылғып көңіл қошындай. Абылай туып тарыдай шашылған басың қосылдай. Заманның желі басылып қазақтың күні ашылдай. Ақ кигізге сапқан сайлап нұр ағамдайын асылдай. Көш бастар көсем патшамыз мәртебемізді асырдай. Қазағым бүгін кешіп тұр басынан алтын ғасырдай. Ақ ниет менің өрелім көңілі көздің жасындай. Босағамыздан бақ кіріп барша ұлт болсын досыңдай. Ынтымақпенен береке мәңгілік тұрсын басыңдай. Алладан сұрап тілейтін арманым менің осындай. Бір дауыс жаман шықты сатырлаған, әйтеуір бәрі тірі атылмаған. Ұсталған жерің жеңге осы шығар, сүріндау аяқ асты атың жаман. Сүйінбай Жамбыл менен Есенқұл деп атаның атын айтпас ақылды адам. Дәл сендей келін көрсем көзім шықсын, қайнатаның атын айтып қақылдаған. 21 ақыр заман болады деп жөн шығар енді басты қатырмаған. Келіндер қайнатаның атын айтса келгені осы емес пе ақыр заман.
ендеше байқап тұрсам бәлеңіз көп. Тым құрыса келіндік кәдеңіз жоқ. Президентсіз ештеңе шеше алмайтын. Сенсіз де әкім қара төреміз көп. Әуеніңді әдейі айтып едім. Тарихта қалсын деумен әдеміз боп. Елбасыдан сұраймын деп қоясың. Байқаймын қайнатаңнан дәмеңіз көп. Президент бар жұмысын тастақ қойып, енді саған жүреме әуенізде бай. Талабы болғаннан соң таудай балаң, қолыма домбыр алсам шамдай жанам. Әуезіп Мүсіреповтер емес беді, тамырында қазақы қан қайнаған. Ұлтымның зиялысы көп еді ғой, намыстың қазығынан арбайлаған. Ал бүгін зиялы емес, зиянды көп, емреніп елді ойламай дауды ойлаған. Бір-бірін арыз жазып, қудалатып бермейді жалпы ұлттық жағдайға мән. Газеттің бетін бермей қырылысып, жақынның жағасынан қармай қаған. Дулат Исабековті айтып жатсың, арбасын жолға айдамай жарға айдаған. Кезінде Ермановқа кеткен кегін айтыстан алғанына таңдай қағам. Ақсақалдар алауыз болып жатса, соңындағы жас ұрпақ болмайды адам. Жастар сонда кімдерден үлгі аламыз, шалдараз ақыл айтып арды ойлаған. Дарияның тартылғаны ештең емес, қарияның сарқылғаны қандай жаман ай. Айталсам бір ақиқат айғақ үшін, сол болар жамағатқа пайдалысым. Бірлік түбі береке деген сөзді асқан ақыл керек жоқ ойлау үшін. Бірақ бұны ұғыну қиын боп тұр атасын ұрандаған байлар үшін. Рушылдық жершілдікте белең алат, қазақтың қарасаңда қай жарысын. Қай жерге сайланса да басшы біткен руластармен жасайды байланысын. Тек қана жерлестерін жұмысқа алып, қырбасына тартады сайдағысын. Қазаққа ұру емес, рух керек, Қазақстан бұдан да жайнау үшін. Қазақтық рушылдықтан биік тұрсын, азаттық тұғырынан таймау үшін ай. Сен келгенде Семейдей абат қырдан, жөн емес әрісіңді ағат қылған. Асығуға уақытың жоқ сияқты, жүкең бар әр минутты санап тұрған. Сөз соңында кетейін тілек айтып, тыңдап қал Жандарбектей талап тұлдан. Айтысты енді қайта жаппас екен, жаңадан бас көтеріп одақ құрған. Қазақ тіл болса екен, қоғамдағы күн сайын қолданысқа жарап тұрған. Дінгегі дініміздің мықты болып, мұсылман көп болса екен сауап қылған. Астанада мәселе баспана ғой, қалың ел айтса екен деп қалап тұрған. Орыстардың пәтерін жалдап алмай, халықта үй болса ғой қабат тұрған. Бар қазаққа баспана бұйырса екен, балконы бәйтерекке қарап тұрған ай. Ақиқат айтып кетпесек, сүйексіз қызыл тілгесін. Ерлерге айттым назымды, елімнің жайын білгесін. Баспаналы болсын деп жақсы тілек айттың ғой, ел сөзін сөйлеп жүргесін. Мен де қосылам осыған, қоныс той тойлап әр қазақ өмірден алсын жүлдесін. Көш бастар азаматтарым, көшіңді алға сүйресін. Азаматтың арынан құлқыны биік жүрмесін. Ары биік ағалар арқа сүйер қаранар, қымқыра көрме халықтың бір сабақ жібі инесін. Алтынға тәлдім алсаң да, әлемді билеп алсаң да, уақыт жасын ақ күйдесің.
татар дәмін біткенде, ақырет сыны күткенде, жарқ етіп жалған өткенде, басыңнан бағың кеткенде, қолдағы бардан белгілі, кебіннен басқа ой кимесін. Қасымда отқан қайнымау, өзіңше биік өре бол. Арождан жанның жалауы, ақынға әсте керек ол. Жамбыл жәкемдей ақын бол, жүрсін ағамдай жебе бол. Елдің сөзін сөйлесің, жердің сөзін сөйлесің, ұлтымның мына сүйетін жұртыңа ғана ой еге бол. Қазылар алқасы айтысы бастаған Жандарбек Бұлғақовтың бағасын сұраймыз. Бір ауыздан 10. Сара Тоқтамысова бағасын беріңіздер. 9, 9, 10, 10, 9, 9.